Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің басымнан өткен қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Мен өткен видеода, яғни мұғалімдер жайлы видео түсіргенде сіздерге айтқан болатынмын, 400 лайк жинаңыздар, сол кезде мен қорқынышты оқиғалар жайлы түсіремін деп. Бірақ сіздер 400 емес 766 лайк жинадыңыздар. Сондықтан мен ол видеоны түсірмеймін, өйткені сіздер 400 емес 800 лайк жинап қойдыңыздар деп қуып кетсең қалай болады? Бұл адам болмайды. Достар, видео басталмастан бұрын сендерге мына арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Егер де осы арнаға тіркелген болсаңыздар, комментарийға плюс қойып кетіңіздер, және плюс қойған адамға мен рандомны бір адамды таңдап аламын да, сосын соған пиар жасайтын боламын. Және каналыңызға подписаться етіп, лайк басамын. Сондықтан мына арнаға тіркеліп видеоларын көріп кетеміз. Бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің басымнан өткен кейбір қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Олай болса, видеоның тақырыбына көшейік. Ең алғашқы оқиға осыдан мен 3 немесе 4 оқып жүрген кезде болған болатын. Мен ол кезде 29 шағын ауданда тұрдым. Біздің үйіміз ол 4-ші қабатта болды, яғни біздің үй 2 комнат болатын. Спальный зал, кухня обычный. Бір күні мен үйде, яғни менің сабағым обедте басталатын, яғни 2-ші сменде оқитынмын. Осы мен қарапайым, как обычно, телевизор қарап, яғни сабаққа кетуге 1-2 сағаттай қалғанда телевизор қарап бүйтіп отырған болатынмын. Сосын бір кезде как обычно отырдым, ештеңеден күмән келтірмей кино қарап отырған болатынмын. Сосын бір кезде телевизор өзімен өзі өшіп қалды да, кондиционер қосылып кетті. Сосын мен былайынан ол кезде бізде ондай кондиционер қосатын кез емес, және күн салқын болатын, сондықтан телевизор өзімен өзі өшіп қалып, кондиционер қосылып кетті. Мен прям өз көзіммен көрдім. Кондиционер цифралары өзгеріп тұрды, бүйтіп 20, 21, 22 деп, біреу басып тұрған сияқты болды. Сосын мен дым түсінбей, тем более кішкентай болдым, сондықтан кішкене қорқып кеттім де, сабақ киімді киіп алып мектепке кетіп қалдым. Яғни мен мектепке кететін кезде менің апам өзінің оқуынан келу керек болатын, сосын ол үйде қалатын, яғни менде кілт болмағандықтан. Апамды күтпей, есікті кілттемей, есікті ашып кетіп қалған болатынмын. Сосын бір кезде кешке келсем, яғни есікті ашып кеткенде біреулер көріп қойған болуы мүмкін. Сосын мен өзім андай астында ролигі бар қымбат кроссовка алған болатынмын. Сосын кешке қарай далаға шығайын деп жатсам, ол кроссовка жоқ. Яғни оны біреулер ұрлап кеткен, яғни менің үйіме кіріп. Осындай да бізде оқиға болған, және содан кейін біз сұрағанда хозяиннан, бұл үйде біреу тұрды ма, анау-мынау деген кезде, бұл үйде біреу тұрған, және бір қыз, және ол қайтыс болған деп айтқан болатын. Сосын мен одан сайын қорқып кеттім. Бірақ әрине басында оған қатты мән берген жоқпыз. Сосын біз 3-4 ай өткеннен кейін көшіп кеттік. Ол оқиғадан емес, жалпы басқа жаққа қарай көшіп кеткен болатынбыз. Бір жағынан ол үйде андай кішкене қараңғылау, бір түрлі үй болды, яғни атмосферасы онша емес. Сосын біз басқа үйге, құдайға шүкір, көшіп кеттік. Келесі оқиғаға келсем, ол 9-шы сыныпта оқып жүрген кезде болған болатын. Октябрь немесе ноябрь болды, яғни бізде дала Ақтау қаласында всегда салқын, яғни ыстық болады, салқын емес. Сосын мен үйде ешкім жоқ кезде, как обычно, міне осы жерде жаттым. Сағат бір 10-10:30 болып қалды. Сосын үй қатты ыстық болғасын, мен мына жердегі мына терезені ашып қойған болатынмын. Яғни бүйтіп есікті аштым, ауа келіп тұр. Сосын балкондағы тереземен арасы сквозняк болады. Сосын мен аяқта жаттым. Сосын кішкене, яғни сағат бір 11:30-12 болып қалды. Сосын мен ұйықтайын дедім де, барып кәдімгідей тұрдым орнынан, терезенің алдында қатты бүйтіп ішіне қарай бекітіп жапқан болатынмын. Яғни мына терезені ашу да жабу да қиын, өйткені оның арасында да бір жерлері бұзылып қалған. Сосын таңертең тұрған кезде терезе ашық тұр. Мен басында қалай, не үшін ашық болды деп, конечно, қорқып кеттім. Өйткені оны үйде ешкім жоқ, оны терезені ашатын, яғни мен де жаттым, яғни мен терезені жапқаныма өте қатты сенімдімін. Бірақ терезе ашық болды. Сосын мен одан сайын қорқып далаға қарай мектепке қарай кетіп қалдым. Келесі оқиғаға көшсем, ол 7-ші немесе 6-шы сыныпта болды. Мен таңертең оқитынмын, яғни сабақ 8-де басталады. Мен дачада тұрдым, яғни мен қалада мектепке баруым үшін таңғы 5:30-да 6-да тұруым керек болды. Яғни менің қатынауым өте қатты қиын болды. Сосын үйде ешкім болған жоқ. Мен, как обычно, яғни жұмыста болды, барлығы таңертең ерте кетіп қалады. Сондықтан мен ұйқымнан тұрдым, сағат где-то бір 6:30-да үйден шықтым. Сосын остановкаға бардым, бір кезде менің дене киімді ұмытып кеткенімді түсіндім, пакетімді. Яғни мен түнде жатар кезде оны дайындап қойған болатынмын. Сосын үйге қайтадан бардым, есікті аштым. Бір кезде келсем, менің жаңа дене киімім орында жоқ. Яғни мен оны кәдімгі шкафтың ішіне қойып қоям, сол жақтан алып кетем. Ол шкафтың ішінде емес, ол спальныйде тұрған болатын. Сосын мен спальный біреу қойып қойған шығар деп ойладым. Сосын ол жерде құлап жатты.
Сосын мен үйдегілерден сұрадым, типа басында мен таба алған жоқпын, сондықтан мен үйдегілерден сұрадым, типа дене киімімді осы біреуің ұстадыңдар ма, қайда қойдыңдар деп. Сосын барлық жоқ, біз өзіміздің жұмысымызбен басымызды қатып жүргенде сенің дене киіміңді басқа жаққа қоятын біз жындымыз ба деген сияқты. Одан кейін мен тағы да ойланып бастадым. Менің дене киімім менің басқа комнатада, яғни шкафта тұрып, басқа комнатқа қалай телепорттанып ауысып кетеді деген сияқты. Яғни бұл оқиға шынымен де мен басымнан өтті. Ешқандай да ол сіздердің ойларыңызша мидан құрау деген сияқты емес. Мен жалпы өзім сверхъестественный заттарға, әулие әмбе, там ондай заттарға көп сене бермеймін. Яғни бірақ ондай заттардан өте қатты қорқамын. Иә. Сондықтан осындай басымнан кейбір қорқынышты оқиғалар өтті. Біреуге қорқынышты емес. Бірақ құрттай зат үйіңде бір дауыс шығып кетсе, немесе бірдеңе бүйтіп қалса, тем более үйіңде жалғыз өзің отырсаң, онда өте қатты қорқынышты. Яғни өзіңіздің басыңызда өткен кезде түсінетін шығарсыздар. Және сенің басыңнан қандай қорқынышты оқиға өтті, соны мынаны комментарийға астына жазып кет. Бұл видеода біз 500 лайк жинасақ, менің басымнан өткен тағы да қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Ол кезде мен сендерге кәдімгідей қалай мен өз көзіммен кейбір заттарды көргенім жайлы айтамын. Және мен басында осындай типа қатты қорқынышты емес оқиғалардан бастағым келді, чтобы ары қарай кішкене қорқынышты сіздерді қорқытпастау үшін. Сіздер осы видео ұнады деп ойдамын. Ұнаса жоғары белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Және достар, менің арнамда 3,500 теңге конкурс өтіп жатыр. Және сен 2000 немесе 1000 немесе 500 теңге менен пиар ұтып алғың келсе, сол конкурсқа қатыс. Менің каналымда конкурс жайлы видео бар. Оның жауабы 5 май күні шығатын болады.